Мектептегі қырғын мұздай қаруланған бозбала орта білім ордасына баса көктеп кіріп, 8 адамды атып тастады. Оқушылар жанша жан-жаққа қашып, есікке сыймағаны 3-ші қабаттың терезесінен секірген. Қаннен қаперсіз жұмыс күнде қас пен көздің арасында мектепті азан-қазан қылған қазандағы қанды қырғын жайлы келесі сюжетте. Мектептің маңындағы тұрғындар әуелі не болғанын түсінбеген. Тарт-тұрс еткен дыбыстарды естіп телефонға түсіріп тұра беріпті. Дәл осы кезде білім ордасының ішінде жеткіншектер бірінен соң бірі оққа ұшып жатыр еді. Жоғары сыныпта оқитын қаскөй бір мұғалім мен 5 оқушыны жайратып тастап ары қарай ата берген. Аман қалу үшін 3-ші қабаттың терезесінен секірген балалардың екеуі асфальтқа құлап, сол жерде тіл тартпай кеткен. Тағы 20-ға жуық адам жараланды. 4-еуі жансақтау бөлімшесінде жатыр. Это в моей школе было, это ужасно. На первом этаже прямо под нами взорвали детей. И я сидела прямо в кабинете, прямо над этим кабинетом. И он ходил по 2-му этажу и стрелял. Қатарластарына автоматтан оқты қарша боратқан қанды қол 19 жастағы Илназ Галявиев болып шықты. Қылмыс жасамас бұрын арам ойы туралы әлеуметтік желіге жазған екен. Бірақ ешкім мән бермегенге ұқсайды. Ол адамдарды биологиялық қоқысқа теңеп, әлемді тазартатынын мәлімдеген. Өзгелерді де осы іске шақырыпты. Просто осознал я это не сразу. Месяца 2 назад я это осознал. А летом у меня начал пробуждаться монстр. Я начал ненавидеть. Оқиға орнына жеткен Татарстан президенті Рустам Минниханов қандықол қарақшының атына тіркелген ресми қаруы бар деп мәлімдеді. Сондай-ақ қаза болған адамдардың отбасына және зардап шеккендерге көмек көрсетілетінін айтты. Шұғыл әрекет еткен қарулы күштер мектеп аумағында контртеррористік операция жүргізіп, мергенді қолға түсірді. Әзірге оның сыбайластарының бар жоғы анықталып жатыр. Қаладағы барлық оқу орнының күзеті күшейтілді. Ал бейбіт күнде оққа ұшып, отбасын қара жамылдырған құрбандар үшін ертеңгі күн, яғни 12 мамыр Татарстанда аза тұту күні деп жарияланды. Қазандағы қанды қылмыстан кейін еліміздің шенділері мектептердегі қауіпсіздік шараларын дереу арттыру жөнінде жақын арада жарыса мәлімдей бастайды. Алайда мектеп ғимараттарын қарулы әскермен күзетіп, адам аса алмайтын қорғанға айналдырғанмен, мәселе толық шешімін таппайды. Қораның есігін қасқырға ашып, тесікті қымтағанның қылығына ұқсамау үшін виртуалды шекара қажет. Себебі дұшпан есіктен емес, үйдегі елеусіз қораптан кіріп жатқанын ұғатын уақыт келді. Кешегі 10 адамның өмірін жалмаған 19 жастағы, әлі аузынан сүттің дәмі кетпеген жеткіншек қылмысқа бармас бұрын Telegram желісінен Құдай деген парақша ашып, бүгін мен көптеген биоқоқыстарды өлтіремін де, өзімде өлемін. Мен өзімді Құдай сезіндім. Ал жазда менің ішімде құбыжық ояна бастады. Мен барлығын жек көре бастадым, деп жазғаны мәлім болды. Қылмыскердің осы сөздері орыс тілді басылым беттерінде қызу талқыланып жатыр. Себебі сыртқы бейнесінен адам шошитын шоу-бизнес әншілері дәл осы терминдерді өз өлеңдерінде қолданып жүр. Мысалы, LJ және Моргенштерн есімді әншілердің әндері соған мегзейді. Эй, ты мусор, как тебе туса? Я просто прививаю таким, как ты, чувство вкуса. Эй, ты мусор. Да, сука, новый автомат. 47 АК, сука, мы палим города. Ра-та-та-та-та, да, сука, это на века. Папа, да, АК, то как мы валим на бедах. Бұл жастардың психикалық ауытқушылығына әкелері сөзсіз. Себебі олардың аудиториялары жастарға арналған және қаралымы ондаған миллионнан асып жығылады. Біріншіден, әндері моральдық құндылықтардан жұрдай. Екіншіден, есірткі мен ішімдікті, арсыздықты дәріптейді. Үшіншіден, олардың сыртқы кейіптерінің өзін ақыл құптамайды, қылықтарын ар-ождан қабылдамайды. Біздің елімізде де сол әншілерді тыңдайтын жастар барына күмән жоқ. Сол себепті ең алдымен ата-аналардың құлақтарына алтын сырға. Батыстың және Ресейдің көптеген әншілері әлде қашан моральдық құндылықтардан алыстап кеткен. Ұрпақ тәрбиесіне сақ болыңыздар өтініш. Отандық шоу-бизнесте сүттен ақ судан таза емес, орыс пен ағылшынға қарап бой түзеп, жат мәдениетте әулие санайтын жастарда әншілерде жетіп жатыр. Оларды сүзгілейтін жүйе болмағандықтан ойына келгендерін жасап жүр.
Біз оларды тікелей ұлтқа қиянатшылдықта айыптағымыз келмейді. Біздің ойымызша, олар байыбына бармаған күйі бұзғыншы мәдениетті елімізге тасымалдап жатыр. Өкінішке орай, бір қайғылы оқиға орын алған соң ғана санамыз оянып іс-әрекетке көшетін әдет қалыптастырып алдық. Аузын ашса сыры көрінетін, есігін ашса төрі көрінетін аңғал халықпыз ғой. Атам қазақта аңдамаған уш еді деген мақал бар. Шоу-бизнестен есірткі бизнесіне. Алматыда жасөспірімдер арасында танымал Мадмен тобының әншісі есірткімен ұсталды. Белгілі болғанда әйгілі поп-музыкант продюсермен қоса синтетикалық есірткінің түр-түрін дайындап сатқан. Атап айтқанда лақап аты Мора деген әнші мен кю-поп жанрында өнер көрсететін топтың продюсері Руслан Хван ұсталды. Есірткі олардың 2 қабатты коттеджінің жертөлесінен табылды. Әнші мен продюсер сонда есірткі дайындайтын үлкен зертхана ашып алыпты. Мәліметтерге қарағанда синтетикалық наша саудасымен барлығы 10 адам айналысқан. Ішінде 21 жастағы қыз да бар. Үшеуі есірткі дайындау үшін қажетті құрамды Ресейден алдыруға жауапты болса, екеуі есепші міндетін атқарған. Қалғандары клиент тауып тауарды жеткізіп отырған. Жасөспірімдер арасында әйгілі Мадмен тобының әншісі мен продюсері есірткі саудасымен бірнеше айлардан бері айналысқан дейді тергеушілер. Сондықтан олардың енді сахнаға жақын уақытта шыға қоймасы анық. Мәдениет министрлігі, ақпарат және қоғамдық даму министрлігі бұл мәселені елеусіз қалдырмайды дегенге сенгіміз келеді. Ең алдымен шетелдік бұзғыншы әншілерге шектеу қойылып, одан соң отандық әншілерді сүзгілейтін жүйенің құрылуы ауадай қажет. Сөз соңында айтарымыз, өзін өзі танитын һәм өз дұшпанын танитын адам онымен 1000 рет соғысып, 1000 рет жеңеді. Өзін өзі танитын, бірақ өз дұшпанын танымайтын адам бірде жеңеді, бірде жеңіледі. Ал өзінде өз дұшпанынды танымайтын адам үнемі жеңіледі.